Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, сіздермен бірге Асия Төрегелді. Бұл видеода 7 сыныптың химия пәнінен 4 тоқсанға арналған бірінші БЖБ тапсырманы орындаймыз. Алғашқы сұрақ: органикалық заттарды қарапайым реакциялар арқылы анықтауға болады. Кестеде берілген ерітінділер арқылы анықталатын органикалық затты және анықтау принциптерін жазыңыз. Бізде осындай кесте берілген: реагент, органикалық зат және байқалатын өзгеріс. Біздегі реагенттер мыс сульфаты және натрий гидроксиді ерітінділері, яғни бьюрет реакциясы. Осы кезде қандай органикалық зат осы реагенттер бойынша анықталады, соны жазатын боламыз. Бізде мыс сульфаты және натрий гидроксиді ерітіндісі арқылы нәруыздар анықталады. Ал байқалатын өзгеріс сары, күлгін түс. Екінші, иодтың спирттегі ерітіндісі. Иодтың спирттегі ерітіндісі арқылы бізде майды анықтайды. Байқалатын өзгеріс бізде ағарады майымыз. Екінші, адам ағзасында кездесетін екі элемент атап, олардың маңыздылығын сипаттаңыз. Адам ағзасында бізде көптеген макро және микро элементтер кездеседі. Мысалы ретінде темір, кальций, иод. Бұл жердегі темір ол гемоглобин құрамында болады. Гемоглобин құрамында болады. Кальций сүйектің беріктігін қамтамасыз етеді. Кальций сүйек беріктігін Бұдан басқа оттек, сутек, көптеген элементтер кездеседі. Тағы да бізде иод ол энергияның дұрыс жұмсалуын реттейтін элемент болып табылады. Тыныс алу үдерісін сипаттаңыз. Сипаттамасы және тыныс алу реакцияға түсетін заттар. Бізде тыныс алу деген өз арнайы бізде бөлім бар. Сол бөлімде айтылған бұл тыныс алу қалай болатыны. Реакцияға түсетін заттар бізде май, нәруыз. Май, нәруыз, қосу O2. Реакция нәтижесінде түзілетін заттар олар CO2 және H2O, су яғни. Энергия сіңіріледі немесе бөлінеді. Бізде тыныс алу кезінде энергия бөлінеді. Сонымен біздің видеомыз аяқталды. Менің каналыма жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Қош, сау болыңыздар.